Қайырлы кеш қыздар, бүгін сіздермен тауықтың қанаттарынан ащы қанат, яғни үй жағдайында чикен әзірлейтін боламыз. Ендеше кеттік. Бізге ең алдымен тауықтың қанаттары қажет. Оны жақсылап бөліктерге бөліп, қажетсіз жерін алып тастайтын боламыз. Жақсылап жуып аламыз. Видеода көрсетілгенде шанышқының көмегімен жақсылап тесіп шығамыз. Қазір біз маринадтап қойып қоямыз. Бір күнге қойсаңыздар өте керемет болады. Сол сіңу үшін осылайынан шанышқының көмегімен тесіп шығамыз жақсылап. Жақсылап жуып аламыз. Енді тұз, бұрыш, хмель өсінели, паприка салып, үстіне салқын су құйып, маринадқа бір күнге қойып қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Бір күн тұрған маринадтан аламыз, крылышкелерімізді жақсылап судан сілкіп аламыз. Енді аунату үшін бізге ұн және де паприка қажет. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Үстіне жаңағы тауықтың қанаттарын аунатамыз. Осылай енді алып, қайтадан жаңағы маринадтан қалған суға құямыз. Жақсылап араластырамыз. Тағы да сүзіп аламыз. Тағы да ұнға аунатамыз, тағы да суға саламыз. Осы процесті 2-3 рет немесе 4 рет жасаңыздар болады. Қызып тұрған майға салып, екі бетінен де қызарғанша қуырып аламыз. Өте дәмді әрі оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған Оспан, Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.